Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін иісімен, дәмімен ерекшеленетін, көпшілікке ұнайтын кереметтей ташкентский шайдың жасалу жолымен бөлісемін. Бұл шайдың дәмін көрмесеңіздер, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады, әрі барлық жанның көңілінен шығады. Ең алдымен ташкентский шайымызды әзірлеу үшін шайнегімізді алып, 1 чай қасық қызыл шайымызды және 1 қасық көк шайымызды қосамыз. Турап дайындап қойған лимонымызды, апельсинімізді қосамыз және үстінен мята жалбызымызды қосамыз. 3 тілім кесіп алған лимонымды және апельсинімді де 3 тілім қостым. Үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Жартылай құйып, наватымызды саламыз. Мен 2 нават қостым. Осылай наватымызды қосып, қайнап тұрған ыстық шайымызды құямыз. Осылай құйып, бетін жауып, шайымыз қызыл болып шыққанша 5-10 минуттай тындырып қойамыз. Осылай тындырып қойғасын пиаламызға құйып, ұсына береміз. Барлық жанның көңілінен шығады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Қош, сау болыңыздар.